Qanday sulu kelinchek ketip bara жатыр. Oyfurmay. Bak bana. Arıqtan sekirip öt canım. Qap. Kulama da bu. Birazdan tutada bir şeyden kızık болады. Ne degen жүріс деймін да. Былай. Ойбай пел. Қуып жетуге болар еді. Мына желде басылмай қойды ғой. Амансыңдар ма, жәндерім әшейін. Бойдақ аталарым ғой далбасылап кеп тұрған. Бойдақпын. Биыл 87-ге толам, осы күнге дейін үйленгем жоқ. Сұр бойдақпын. Мына жерде кемпірлер аз ғой сәпсем. Кемпірлер қайда? Ана бірген бір отыр. Қушалдан тұқ қалмапты деп. Рас қалған. Кезінде бір келіншек күліп қараса, жұлып әкететіміз. Қазір күліп қараса, оған да өтіріп күре саламыз шығар. Басқаның жоқ. Амалдан айрылсаң да абыройдан айрылмау керек жігіттер. Өткенде бір құрдасым 80-ге келіп үйленді. 80 жаста үйленіп отыр. Жолы болды баланы. Бағы бар екен. Қуанышынан секіріп жүр. Өзінен 2 жас кіші қызды алды ғой. Бір күн өтіп той жасады. Келіншегі фата кием деп бәле қылды ғой. Қойсаңшы. Жоқ кием. Қылқылдап қоймаған соң кигіздік. Бізге де прикол керек. Фата киіп шықты. Былай қарайым. Әппақ фатаның ішіне құрбаға кіріп алған сияқты. Той жақсы өтті бірақ. Дастарханы керемет болды. Мезим, ношпа, аладин, сидрамон, терапияда нұрттап отырыңыз деп қоясың. Той басталды. Бірінші тосқа сразу құрдастарын шақырды. Ауылдың қариялары ғой. Келіннің бір подружкасы келген, соған сөз беріңдер деді. Қайда десек, подружкасы ауырып келемай, орнына шөбересін жіберді. Шөбересі бала шағасымен кепті. Сонымен той басталды. Тамада 2 кәріні вальске шақырды. Вальс болмады бірақ. Ана қушалдың қолы дірілдейтін ауру бір орында тұрмайды. Ана қол кемпірдің беліне тисе қытықтап өлтіреді деп билетпеді. Бір уақытта 2 кәрі торт кесіп бәле қылды ғой. Торт кесті. Бір-біріне жегізіп, сақырлары көтеріліп кетіп скорый шақырдық. Той жақсы өтті бірақ, соңында гүл лақтырды ғой. Жастар шықсаңдаршы, ешкім шықпайды. Жұғысты болсын деп өзім тосып алдым. Бойдақпын. Міне биыл 87-ге толам, осы күнге дейін үйленген жоқ, сұр бойдақпын. Жалпы мына осында отырған жігіттерге қу шалдың жігіт баласының 10 жастан 100 жасқа дейінгі басынан өткізетін өмірін сіздерге айтып берейін. Мысалға 10 жас көңілге болмас балғын жас. Патсан, түк түсінбейтін бала. 20 көргеніңді жина деген жас. Кішкене ес біле бастаған жігіт. Дискотекаға барады, қыздармен танысады, беліне безе жұғады деген сияқты әңгіме. 30 оттай қыз деген жас. Тепсе темір үзетін, қылшылдап тұрған. 40 әлі де жігіт деген жас. Тепсе темір үзбейді, онша-мұнша ағаш сындырады. 50 өмірдің қызығын көру. Қайын жұртыңмен өз жұртыңды тең тізгіндей қып ұстап, тізгінді әйелдің қолына беру. 60 өміріңдегі бір тал түс. 70-80-ге жеткіз. 80 бір тоқалға жетсем. 90 әлі қатсан. 100 ойында бір қызды кереген. Жарты адам қарбайса да жан дүние қартаймайды ғой, сайрап тұрады. Баяғыда бір шал айтқан екен. Қыз келіншектерге баратын жастан кеттім, жүре алмаймын. Одан да оларды осында әкеңдерді. Сондықтан да бұл құшан осы күнге дейін неге үйленбепті деген сұрақ тұрған шығар көкейлерімізді. Әніммен жеткізіп берейін. Осы жасқа дейін неге үйленбегенімді әніммен түсіндіріп берейін.
әке шешемнің ойы бір басқа. Алдымен әскерге бар, содан соң үйлен, әлі саған ертеді төртті бүйірден. Алдымен әскерге бар, содан соң үйлен, әлі саған ертеді төртті бүйірден. Үйленгім келді 19 жаста, әке шешемнің ойы бір басқа. Алдымен оқуға түс, содан соң үйлен, әлі саған ертеді төртті бүйірден. Алдымен оқуға түс, содан соң үйлен, әлі саған ертеді төртті бүйірден. Үйленгім келді 25 жаста, әке шешемнің ойы бір басқа. Алдыменен диплом ал, содан соң үйлен, әлі саған ертеді төртті бүйірден. Алдыменен диплом ал, содан соң үйлен, әлі саған ертеді төртті бүйірден. Үйленгім келді 35 жаста, әке шешемнің ойы бір басқа. Алдыменен жұмыс істе, содан соң үйлен, әлі саған ертеді төртті бүйірден. Ақша тауып жұмыс істе, содан соң үйлен, әлі саған ертеді төртті бүйірден. Үйлендердің анауын тауып алады ғой олар. Қарамаңдар балалар, үйленіңдер ертеңгісі. Жүрсең жүріп қаласың мен ұсап. Үйленгім келді 45 жаста, әке шешемнің ойы бір басқа. Алдымен үйіңді соқ, содан соң үйлен, әлі саған ертеді төртті бүйірден. Алдымен үйіңді соқ, содан соң үйлен, әлі саған ертеді төртті бүйірден. Үйленгім келді 55 жаста, әке шешемнің ойы бір басқа. Алдымен пенсияға шық, содан соң үйлен, әлі саған ертеді төртті бүйірден. Алдымен пенсияға шық, содан соң үйлен, әлі саған ертеді төртті бүйірден. Үйленгім келді 65 жаста, әке шешемнің ойы бір басқа. Алдыменен бізді көм, содан соң үйлен, әлі саған ертеді төртті бүйірден. Алдыменен бізді көм, содан соң үйлен, әлі саған ертеді төртті бүйірден. Үйленгім келді 75 жаста, әке шешемнің ойы бір басқа. Осылайша өтті ғой жастық шақтарым, енді маған кім тиеді кемпірден басқа. Осылайша өтті ғой жастық шақтарым, енді маған кім тиеді кемпірден басқа. Ақмарал деп ән саламын, Айсұлу деп жар саламын, әйгерім деп би деп билеймін. Ақмарал деп ән саламын, Айсұлу деп жар саламын, әйгерім деп би деп билеймін. Ақмарал деп ән саламын, Айсұлу деп жар саламын, әйгерім деп би деп билеймін. Ақмарал деп ән саламын, Айсұлу деп жар саламын, әйгерім деп би деп билеймін. Қайран жастық шағай, шіркін. Айран ішіп сайран салып жүрген кездер ай, бұлбұлдай ұшып өттің ау. Құдіреті күшті жылдар ай, суы жоқ құдыққа айналдырдың ау. Тоқтаусыз зырылдаған сағаттар, шайналған сағыздай қылдың ау. Сиясы біткен ручка, клейі кеткен изолент қылдың ау. Мен жас кезімде ойланбаппын, қадірін енді түсіндім. Жер басып жүрудің бақыт екенін. Көлік айдаудың
бақыт екенін, гүл сыйлаудың бақыт екенін, жұмыстан шаршап қайту бақыт екенін, құрдастарың жаныңда күліп ойнап пив ішудің бақыт екенін, әйел затын бір сәтке бақытты қылу бақыт екенін. Не десең де уақыт өздегенін жасайды екен. Уақыттың өзі уақытша деген осы екен ғой. Еркектерге Тәңірдің берген ең керемет сыйы ол әйел заты. Еркектер. Әппақ сұлу әйелден артық дүние бар ма еркек үшін? Жоқ. Бір ғана өкініш өзегімді өртейді. Өмір деген ғажапта қубас жалғыз өткенім. Қазір енді қарт жағымда мына алып жер бетінде жалғыз қалды. Иә, жалғыз қалды. Әй, тәкаппар дүние, бұл ғаламда жер бетінде мені де күтіп отқан бір сұлу бар шығар. Бірақ қартайып қалған шығар. Мынамыз, Құдай қаласа, осында тағы да бір керемет жігіт бар еді. Бәрекелді, молодец, дауысы жақсы ма екен? Ох, молодец, туған ағаң ғой деймін. Бірашкен дейді, дауысы көрінеді тұр. Міне, сіздерге мың алғыс айтам, осында аналарымыз шаршамастан, тынбастан, суық аязға қарамай концертке кеп, қиналмай мың алғыс сіздерге бір басымды иіп қояйын. Өйткені біздің қазақ осындай аспаннан тас жауып жатса да келе береді. Қазақ сияқты мемлекет жоқ әлемде. Бір әзіл айта салайын сол жайлы. Орыс пен неміс көшеде әңгімелесе отыр дейді, сөйтсе қастарында 500 теңге жатыр дейді. Сол неміс айтады дейді, орыс 500 теңге жатыр, аласыз деді. Орыс айтады дейді, мен орыспын. Орыс болып тұрып еңкейіп 500 теңгені алмаймын деп. Одан да сен ал деп. Неміс айтады дейді, мен неміспін, 500 теңгеге бола еңкеймеймін деп. Екеуі ересіп тұрған ғой, сөйтсе қазақ өтіп бара жатыр дейді. Екеуі айтып та қазақ шақырайық, сол алады яғына деп жүр. Қазақ бергеш депті. Қазақ жайлап келе жатыр дейді, бірдеңке болып қала ма, бұйырып қала ма деп келе береді өзі қазақтар. Келіп, сөйтсе неміс пен орыс айтады дейді, қазақ ана 500 теңгені аласыншы деп. Сол қазақ айтыпты. Жігіттер айып етпеңдер, мен қазақпын. 500 теңгеге бола еңкеймеймін никогда деп, қалтасынан 5000 теңге шығарып жерге тастап, 5500 другое дело деп алып барады. Барлығын тауып көрдіңіздер ме? Қазақтар қалай да заман болсын. Бұлаңыз сіздерге осындай жақсылықта ғана жүздесіп. Ғажап әлемге кіріп келдім, сіздер үшін әзілді қанжығама іліп келдім. Халықты күлдіруде оңай емес екенін біліп келдім. Осы кешке дайындалдым, біраз уақыт дайындықпен өтті түндерім. Таңымдатып халықтың көңілінен шығу қашанда актерға батып. Кәсібім күлдіру болса деймін мәңгі, іздей берсем екен сіздерге әзіл қалжыңдарды дәмді. Тарихта қазағым соғыспен аштық көрген ел еді, көп жылаған қазағымды енді күлдіре бергім келеді. Бана кірістім, басталғанын сезеді жүрегім жақсы бірістің. Өнер атты сиқырды сахнада көрсетуге тырыстым. Қазақ сатира ақсақалдарының жолын тостым. Бауыржан Әбу-Насыр Алматтарды көріп өстім. Уәлибек Жүсіп ағалардың қалдырған іздеріне түстім. Кәсібім күлдіру болса деймін мәңгі, іздей берсем екен сіздерге әзіл қалжың
жылаған қазағымды енді күлдіре бергім келеді. Мыңарыңыз құрметті Мерке ауданының тұрғындары, Құдай қаласа келесі әзіл ән кештерінде жүздескенше аман сау болайық ағайын. Мыңарыңыз тек қана жақсылыққа ғажап әлемге кіріп келдім, сіздер үшін әзілді қанжығама іліп келдім, халықты күлдіруде оңай емес екенін біліп келдім.